Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 16 шілде 2024 жыл. Біз Батыс Қазақстан облысы халқы атынан кешегі заңсыз түрде Алматыда өткен қоғамдық тыңдауға қарсылығымызды білдіреміз. Осы тұрған азаматтар болып, және бүкіл Батыс Қазақстан облысы халқы болып, петицияны қарау кезіндегі жұмыс тобына толықтай сенімсіздігімізді білдіреміз. Кеше алдын ала заң шыққан шешіммен мүлдем толықтай келіспейміз. 50 мың дауыс жинаған петицияны қайтадан қаралуын талап етеміз. Бүгінгі видео үндеуімізді біз Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға жолдағымыз келеді. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, сіздің берген петиция жөніндегі тапсырмаңыз дұрыс орындалмады. Үкімет өкілдері әділетті және дұрыс шешім шеше алмады. Сол үшін өзіңізден қайтадан үкімет басшылығында тұрған адамдарыңызға тапсырма беріп, петицияны қайтадан қарастыруын, заңдылығын тексеріп беруін және жұмыс тобын өзгертуін сұраймыз. Халықтың мәселесі әділетті түрде шешілсін. Біз Батыс Қазақстан облысы халқы утилизбор мен первичкі төлемдері түгелдей жойылуын талап етеміз. Қазақстан Республикасының өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің басшысы Шарлапаев Қанатты және премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Васильевич Склярды толықтай отставкаға жіберуін бүкіл халық болып талап етеміз. Талап етеміз бе? Талап етеміз!